Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті мұсылман бауырлар, фарз намаздан кейін имам мен жамағат бірге қосылып дұға қылу мәселесі имам Абу Ханифа рахималлахның мазхабында бұл бір мұстахаб амал, яғни бекітілмеген сүннеттердің бірі. Имам Абу Ханифа рахималлахның мазхабындағы ғұламалар, фуқахаларымыз бұл мәселені ашықтап, анықтап бергенде, Наби саллаллаху сүннеті тағы Наби саллаллаху пайғамбарымыздың сүйікті амалдарының бірі намаздан кейін дұға қылу деп қабылдаған. Маулана муфти Кифаятуллах Дихлави рахималлах өз кітабында Кифаятул муфти 3-ші томында бұл мәселені бұлай деп келтіреді. Жалпы Наби саллаллаху пайғамбардың хадистеріне көз жүгіртетін болсақ, пайғамбардың амалы ол әр намаздан кейін дұға қылу дейді. Тағы Наби саллаллаху намаздан кейін дұға қылды, қол көтерді, бет сипады, жамағатта бірге оған қосылды деп айтады. Маулана Зафар Ахмад Усмани рахималлах өз кітабында И'ла ус-Сунанда «Фатабата анна дуа мустааббун бада кулли салатин мактуба» дейді. Әр намаздан кейін, фарз намаздан кейін қол көтеріп дұға қылу ол бір мұстахаб амал дейді. Маулана Сайид Мухаммад Юсуф Бан-Нури рахималлах өз кітабында Термизиге жазған шархында, яғни Муарифус Сунан деген кітапта бұлай деп келтіреді. فهذه وما شاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الاجتماعية دور الصلاة. Яғни, осы хадистерге қарайтын болсақ, бұның барлығы бір мәселеге келіскен. Яғни, такфи худжату лима и'тадаху нас фил билад мин ад-даъават ал-ижтимаия. Яғни, көпшілік мен дұға қылып, намаздан кейін дұға қылудың шариғатта бар екенін бізге дәлелдеп береді дейді. Валида закараху фуқахауна айдан кама фи нурул ида дейді. Сол себептен bizim фуқахаларымыз Абу Ханифа рахималлахның мазхабындағы ғұламалар бұны бір мұстахаб амал деп қабылдаған дейді. Нурул идах деген кітапта да бар дейді. Маарифус Сунан 3-ші томында бабу ма яқул ида сәллама деп бабында келтіреді Маулана Юсуф Бан-Нури рахималлах. Енді бұл мұстахаб екеніне фиқта да хадисте дәлелденген. Енді қанша рет дұға қылу, қай кезде дұға қылу, яғни фарыздан кейін дұға қылу, немесе нафилдан кейін дұға қылу мәселесіне келетін болсақ, жалпы фарыз намаздан кейін бір рет дұға қылу мұстахаб. Ол да фарыз намазды сәлем бергеннен кейін мұстахаб орны сол. Оған Маулана Зафар Ахмад Усмани рахималлах И'ла ус-Сунанда бұлай деп келтіреді. Фатабата анна дуа мустахаббун бa'да кулли салатин мактубатин муттасилан биха бирафил ядайн дейді. Сол намазға, фарз намаздан кейін ілі дұға қылып, тағы қол көтеру, ол мустахаб амал дейді. Кама хуа шаи'ун фи диярина ва дияр ал-муслимин қатибатан дейді. Яғни қазіргі болып атқан мұсылмандардың елінде, Индия, Пакистан, басқа елдерде фарз намаздан кейін іле дұға қылап, қол көтеріп бет сипайтын ол мұстахаб амал дейді. Онда тек қана фарздан кейін бір рет дұға қылу мұстахаб. Қалған нафилдан кейін, зикрден кейін, тасбихтан кейін дұға қылу шариғатымызда жоқ. Тек қана бір рет дұға қылу ол бар. Ол да хукмы мұстахаб. Хукмы мұстахаб дегенне, яғни бір жақсы амал. Яғни мұсылмандарды мұстахаб амалға шақыру керек, істеуге. Бірақ істемеген адамды, оны адасты, ол жаман амалды жасады, ол басқа топқа кіріп кетті, ол бахабиз болып кетті деген сөздер, ол шариғатта жоқ. Себебі әр мұсылманның міндеті Алла субхану ва тағаланың бұйрығын, шариғатта әр нәрсені өз хүкмімен, әр нәрсені өз орнымен қабылдау керек. Яғни сүннеттің орны қандай, сондай. Мұстахабтың орны қандай сондай. Яғни бір адам мұстахабты тәрк еткенімен ол басқа ағымға кіріп кеткені деген сөз емес. Сондықтан амал жасайтын бауырлар да, амал жасамайтын бауырлар да бір-бірін түсіністікпен қарау керек. Бір-біріне жаман сөздерді айтып, бір-бірін адасқанға шығаратын болса, бұл шариғат емес, бұлар тек қана нәпсін іздеп жүрген адамдар болып есептейді. Сондықтан тек қана фарз намаздан кейін бір рет дұға қылу ол мұстахаб амал.
nafldan keyin, boshqadan keyin ol duo qilish shariatda da yo'q, hadisda da yo'q, fiqh kitoblarimizda da birda yo'q. Ona bar deydigan odam bo'lsa, qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Dalillarni bo'lsa bizga aytingiz inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.